Добрый день, я Умурзаков Ермек Рысбекович. Қайырлы күн, мен Өмірзақов Ермек Рысбекұлымын. Бүгін сіздерді ел байлығы курсында қошеметтеймін. Это очень интересная будет. Мен бұл тақырып біздің көрермендерімізге өте қызықты деп ойлаймын. Более детально остановимся. Енді жануарларды қысқы кезеңде ұстау туралы егжей-тегжейлі тоқталып өтейік. Период, да, вот Біз метод содержания. суық ұстау әдісіне тоқталдық. Это Бұл дегеніміз не? открытые Бұл зоны, ашық қашалар, в среднем там, орта есеппен бір басқа 2-3 шаршы ашық, яғни қазір бізде айтылатын сәнді сөзбен айтқанда словами, open space. коровы Сиырлар ішінде тыныш жүре алу үшін находиться свободно. бір бас үшін 3-тен До 5 квадратов 5 шаршы метрге дейін аумақта еркін түрде болуы тиіс. оно могло Қашалар передвигаться. өте маңызды. Қашаларда су ағуының радиусын есептеуде маңызды деп айтар едім. Очень важно просчитать Садыра көктемде алаңда қалмас үшін және лагунаға ағып кету үшін шамамен 1,5 градус келбеу болу қажет. полтора Содан кейін полтора желден қорғау бұл жерде наклон өте маңызды процесс. жижа висит, Не істеуге болады? входила Жануар в лагуну. ылғалдан, дымқылдан және желден қорқады. Бұл Тем, жануардың салмағын жоғалтып, да, ауыра бастауының екі негізгі животное, құраушы оно жағы. боится чего? Егер ол балшықта ылғалдылықта тұрса, содан кейін барып Это жел два соқса, составляющих сіз момента, когда жай ғана барлық малдан айырыласыз. Сонымен қоса өте маңызды сәт бұл сабаннан қалың төсемнің болуы. ветром это Сіз добивается. жануарға жатып жайлы демала алу үшін құрғақ төсем төсейсіз. Очень важный момент это глубокое Сол қалың төсем бұл дәнді дақылдың, солома. арпаның, бидайдың қалдықтары. Возможность животных Түтік тәрізді сабанды алыңыз, немесе как бы біз бір уақытта где қамысты қолдандық. Ол да түтікті және ылғалды комфорте. сіңіре алады. Это глубокое Төсем сіз желден қорған жасай алатын жерде төселеді. отход Желдік от қауіпті, зерновых. сізде жел қай жақтан соғатынын айқындау өте маңызды. Сіз есептеген кезде мал Солома желден қорғаны алу үшін в виде труб жел қорғаныңыз желге қарама-қарсы тұратындай қылдырып есептеп шығаруыңыз қажет. тоже имеет Жел қорғанының құрылысы өте қарапайым. всасывать в себя влагу. Жел қорғанын не темірден, не ағаштан жасасаңыз да айырмашылық жоқ. Желдің қабырға арқылы өтуі үшін қабырғаның өзінде белгілі бір кішкене бос орын 2 сантиметрлік ашық қуыс болуы тиіс. Бұл желдің бағытын бұзады. Егер сіз қабырғаны бітеу қалдырып жасасаңыз, онда ертең қармен жауып, ол жануар тұрған жерді құйын сияқты басып тастайды. Егер қабырғалар арасында 1,5-2 сантиметр қашықтықта кішкене ашық аралықтар болса, онда жел қабырға арқылы өтеді де, бұл желдің жылдамдығын 2-3 есе азайтады. Қабырғаның 1 метр биіктігі тереңдікте 3 метр кеңістікті жабады. Бұл жерде егер сіз қабырғаның биіктігін 3 метр қылдырып қойсаңыз, онда жануарлар 9 метр тереңдікте желден паналай алады. Егер сіздің малыңызда жас немесе ауру жануар болса, оған күтім жасау үшін сізге белгілі бір орын қажет болады. Бұл әр қожалықта болуы тиіс. Менің ойымша, бүкіл қожалықтағы ең маңызды құрылым бұл ветеринарлық пункт. Сізде барлық емдеу шараларыңыз өткізілетін ветпункт болуы тиіс. Бұл сіздің қажетті шығыныңыз. Сіз бұны алдын ала құрып шығуыңыз керек. Қазір сэндвич панелі сияқты көптеген конструкциялар бар. Ветпункттың жылы болуының қажеті жоқ. Ең бастысы ол жарық болуы тиіс. Бұл бөлмеде сіз барлық ветеринарлық жұмыстарды жүргізетін жануарды бекітетін белдікті орнатуыңыз керек.
және кораль, яғни раскол орнатуыңыз керек. Бұл жануарлардың кіріп шығуына арналған қаша. Сіз бұл құрылымды жоспарлайтын жерде арнайы кеңседе болуы мүмкін. Бұл сіздің мал дәрігерлеріңіз отыратын, немесе сіз өзіңіз есеп, бухгалтерлік есеп, қаржы бөлімін жүргізетін шағын құрылым. Және малдарды жемдейтін астау да өте маңызды. Бұл бетон құрылымы немесе ағаштан жасалған, не темір құбырда болуы мүмкін. Мұның бәрі фермердің бюджетіне тікелей байланысты. Бірақ ең бастысы, жем астауының алдында алаң болуы қажет. Бұл 2-3 метрге дейін бетон алаң. Ол жануар жем астауына жақындаған кезде өзімен бірге балшықты алып жүрмей, сол жерде қалдыру үшін. Сөйтіп, ол инфекцияны жем шөпке тасымалдайды. Себебі, көктемде күзде жаңбыр болады. Жер балшық, батпақ болғандықтан жануар қайтсе де таза жерге шығуы керек. Және сол 3 метр ол астауға жеткенге дейін барлық балшықты артта қалады. Бұл өте маңызды. Әр басына есептегендегі астаудың ені 60-70 сантиметр. Бұл астаудың өзі. Және сіз қашаны осыған байланысты жоспарлайсыз. Қаша өте қарапайым болуы тиіс. Қаша, мысалы, топ бойынша жыныстық және жас тобына сәйкес бөлінеді. Сіз жас малды ересек сиырлармен бірге орналастыра алмайсыз, немесе жас бұқаларды өндіруші бұқалармен қоя алмайсыз. Егер сізде мысалы 150 бас болса, сізде кем дегенде 2-3 қаша болуы керек. Өндіруші бұқалар бөлек болуы, жас малдарда бөлек, және сіз ұстауды жоспарлап отырған ересек малда бөлек тұруы қажет. Бұл қашаларға байланысты 100 бастан ба немесе 50 бастан ба сіз өзіңіз қалай орналастырғыңыз келетінін кейінірек қарастырасыз. Жұмыс барысын басқару. Мал аз болған сайын жұмыс барысын басқару оңайырақ болады. Бұл да өте маңызды процесс. Сіз қашаларды құру кезінде сіздің басқаруыңызға, жемдеуіңізге және болашақта жұмыс барысы сізге ыңғайлы болуы үшін бір қаламда қанша бас ұстауға дайынсыз. Соны қарастырып, малыңызды есептеңіз. Сіз төлдетуді жоспарлауыңыз керек. Мысалы, 30-40 күн ішінде сізде бүкіл төлдету аяқталуы керек. Және ол ақпан айында басталып, наурыз айында аяқталатынын нақты түсінуіңіз керек. Сіз оны 5-6 айға соза алмайсыз. Бұл экономикалық тұрғыдан дұрыс емес. Бұл көп уақыт алады және қате есеп болады. Бұзаулардың жасы әртүрлі болады. Бұл әртүрлі вакцинация болады, әртүрлі аурулар, әртүрлі бақылау, әртүрлі аса жемдеу. Сізде бәрі осындай түсініксіз бағытта болады. Осыған байланысты сіздің төлдетуіңіз түрлі болуы екендігін нақты түсінуіңіз қажет. Және ол нақты бекітілген болуы тиіс. 100 бас үшін 30-дан 40 күнге дейінгі төлдеу менің ойымша бұл төлдеудің ең оңтайлы кезеңі дер едім. Бір бұқаға 25 сиыр жүктеледі. Егер сізде 100 сиыр болса, онда бұл 4 бұқа, сонымен қоса сақтық үшін 3 бұқа. Бірақ шағылыстырудан бұрын 100% сіздің бұқаларыңыздың
спермограмманың қозғалтқыштығына, жыныстық жолмен берілетін ауруларға тексеріп алу керек. Мұның бәрі шағылыстыру маусымына дейін жасалуы керек. Сонымен қоса бұқалардың жағдайы дайын болуы тиіс. Орташа семіздікте айтарлықтай зауыттық семіздік. Ол тым қатты бордақланған, май басып кеткен болмауы тиіс. Немесе ол ұрықтандыра алмайтын тым арық болмауы керек. Сонымен аналық малдың өзі де тексерілуі керек. Шағылыстыру маусымынан кейін әр сайын сиырлардың жағдайына, мал басының жасына байланысты 15-тен 20%-ға дейінгі жарамсыздарын айқындап жою керек. Егер сиыр белгілі бір кезеңде, шағылыстыру кезеңінде ұрықтанбаған болса, мұндай малды жойған жөн. Өйткені ол тұқым қуалайды. Ол келесі жылы буаз болып, бір жылдан кейін қысыр бола алады. Және бұл сәттер нақты бақылануы керек. Қысқы төлдеу үшін сізге төлдететін бөлме қажет. Төлдегеннен кейінгі алғашқы 3 күнде бұзау анасымен бірге болу керек. 3 күн үйрену керек. Бұл дұрыс, бұзау анасын таниды. Анасы бұзауды таниды, жұп құрайды. Бұзау анасына дұрыс жақындауды үйрену үшін 3 күн ішінде осы жұпты құрау өте маңызды болып табылады. Бұзау уыз сүтін алды ма, анасында сүт жеткілікті ме жоқ па, соны нақты түсіну үшін, мұның бәрін істеу үшін сізге бұзауды ұстайтын бөлме қажет. Құтырған сиырлар болады. Олар бұзауды өлтіреді. Мысалы, бірінші рет бұзаулағандар өз бұзауын таптап тастаған жағдайлар болды. Сіз сол жерде бірінші рет бұзаулаған сиырға бейімделуге көмектесуіңіз қажет. Сонымен қатар, сиырларда күйзеліс болуы мүмкін. Босану шокын тыныштандыратын дәрілер бар. Адамдардағыдай сиырларда да босану шокі болады. Ол кезде сиыр агрессивті түрде әрекет етеді. Сіз осы сәтті мұқият бақылауыңыз керек. Сіз мұның бәрін төлдеу бөлмесінде бақылай аласыз. Себебі бұзау бұл сіздің болашақтағы жалғыз табысыңыз. Сіз оны барлық әдістермен, барлық тәсілдермен сақтап қалуыңыз керек. Сондықтан маған қысқы төлдеу ұнады. Мен бүкіл процесті басқара алдым. Сосын 3 күннен кейін біз бұзауды ашық қашаларға шығардық. Онда да қалың төсем, жақсы жел қорған керек. Бірақ бізде мұндай құрылымдар шағын, аумағы 10-нан 4 болды. Бұл біз бұзауларды ұстай алатын шағын бөлме. Бұл бір бұзаудың басына 0,5 шаршы, сонда 4-тен 10-ға 40. Біз бұл жерде 80 бұзау ұстай алдық, және қасында аналарын, яғни сиырларды ұстайтын кішкене қаша болды. Жұптық процесс осы. 3 күн бұзау төлдеу бөлмесінде тұрады. Бұл 3-тен 3-ке дейінгі кішкентай тор. Сіз тіпті 2-ден 3-ке, 2-ден 2-ге дейін қылдырып құраласыз. Бұл сізде қандай мал басы бар екендігіне байланысты болып келеді. Ангустар мен герафордтар, олар кең жерді қажет етеді. Өйткені физиологиялық тұрғыда олар үлкенірек. Салмағы 500-600-ден 700 килограммға дейін жетіп отырады. Орташа есеппен алғанда бұл 3-тен 3-ке дейінгі кішкентай қаша. Сонымен қоса сіз, мысалы, күніне қанша төлдеу болатынын есептеуіңіз керек. 3 күнге есептегенде сізде артық орындар болуы тиіс. Мысалы, егер сізде төлдеу 2 ай аралығында өтетін болса, бұл 60 күн. Біз 100 басты 60 күнге немесе 40 күнге бөлеміз. Күніне 2-3 бұзау туылады.
Енді санаңыз. Күніне 3 бұзау туылады. Бұл сізде 3 қора. Сізде 3 күн бар. 3-ші күні бірінші топ далаға шығарылады. Бұл 3, 3, 3. Сонымен сізде жаңа төлдегендерге 9, 10 қаша болуы керек. 10 қаша шығады. Егер жалпылама түрде алсақ, сізде 40 күндік төлдеу бар. 100 бас біз күніне 3 бас санадық. Бұл жерде 10 қаша және қосымша анасынан айырылатын әлсіздерге арналған тағы 10 қаша. 20 қаша бұл сіз төлдеуді қабылдайтын шағын бөлме. Онда қиын төлдеу, үлкен ұрық, шудың түспеуі болған жағдайда малды бекітетін кішкентай бекіткіш болуы керек. Сізде жедел көмек атқару сәттері болады. Және сол кезде сіз жануарды бекітуіңіз керек. Немесе мен айтқанымдай құтырған сиырлар болады. Және сіз бұл жағдайда да жануарды бекітіп, тыныштандыруыңыз немесе төлдеуіне көмектесуіңіз керек болады. 3 күннен кейін біз бұзауларды ашық алаңға шығардық. Бірақ оларға 4-тен 10-ға дейінгі шағын бөлме түрінде жағдай жасадық. Және бәрі шаруашылық тұрғыда жабдықталуы тиіс. Супер жылытылатын бөлме жасаудың қажеті жоқ. Онда бізде кішкентай есік арқылы тек бұзаулар кіре алады. Бір жерде 30-40 бұзау тыныш орналастырылды. Онда да қалың төсем, өте үлкен төсем болды. Шамамен 1 метр сабан және бұзаулар анасының сүтін емуге шығып, артқа кіріп, жылыда болды. Осылай айыздар оларға қорқынышты емес. Бұл қашада біз оларды 10-нан 2 аптаға дейін ұстадық. Бөлмеде 3 күн, мұндай қашада 10-15 күн. Егер сізде түптеп келгенде 40 бұзау сиятын болса, онда сізде бұл қашада ұстауға мүмкіндігіңіз бар. Егер сіз көктемгі төлдеуге баратын болсаңыз, онда сізге осы барлық шығындардың қажеті жоқ. Сіз бұл процесті жайылымда жасайсыз. Бірақ адамның, ветеринардың немесе өзіңіздің қатысуыңыз қажет болады. Сіз процесті толықтай бақылауыңыз керек. Мұны істеу үшін сізге жайылымда сиырды қамауға, төлдеуге көмектесуге немесе сол жерге қандай да бір өңдеуді жүргізуге болатын осындай шағын ветпункт құру қажет болады. Мұның бәрі шаруашылық тұрғыда жасалады. Желінен айыру уақыты келеді. Сіз оларды күзде айырасыз. Сіз қысқы бұзауларды ертерек айырасыз. Өйткені олар 6-7 айға сәйкес келеді. Олар сәл ертерек келеді және сіз оларды айырасыз. Бұл кезде бұзаудың күйзеліске ұшырамауы өте маңызды. Өйткені ол күйзелістен қалпына ауыр келеді. Күйзеліс кезінде жас жануарлардың иммундық қорғанысы қатты төмендейді және көптеген аурулар басталады. Атап айтқанда, бұл тыныс алу жүйесінің аурулары. Ірі қара малдың ең әлсіз жері бұл тыныс алу жүйесі. Бұл аурулар тым тез өршиді. Ол үшін бұзауды айырмас бұрын біз тыныс алу жүйесінің вирустық инфекцияларына қарсы вакцинация өткіземіз. 1 ай ішінде ол осы күйзеліске дайын болу үшін біз жас жануарлардың иммунитетін дайындаймыз. Бірақ күйзеліс бәрібір болады. Және біз ветеринарлық дәрі-дәрмектің көмегімен бұзауларды осы күйзеліске дайындаймыз. Атап айтқанда, тыныс алу жүйесін қорғаймыз. Содан соң айырғаннан кейін сіз оларды орналастыратын орында оларды қалай айыратындығыңызды дайындау өте маңызды. Алаңда айырған дұрыс. Аналары жанында 1 күн тұрады. Содан кейін сіз аналарын айдап әкетесіз. Бұл минимум. Сіз оларды жайылымда айырып бірден айдап алаңға келгеніңізден гөрі, бұзау айырғанды түсінбей тек 1 күннен кейін анасын айдап кету бұзауды айырудың ең жақсы түрі. Бұл жағдайда сіз ең аз күйзеліс болу керек екендігін түсінуіңіз қажет.
Содан кейін бұзаулар алаңға келгенде сіз оларды өте жақсы төсеммен қамтамасыз етуіңіз керек. Өйткені сіз оларды күзде айырасыз, кешке салқын болады. Сіз қалың төсеммен қамтамасыз етуіңіз керек, су ішетін жерді қамтамасыз етуіңіз керек. Бұл да өте маңызды. Өйткені күйзеліс кезінде бұзаулар суды көп ішеді. Тағы бір маңызды нәрсе, сіз оларды жеммен қамтамасыз етуіңіз керек. Бұл қара шөп, ол өте сапалы, үнемі, қолжетімді болуы керек. Және көп болуы керек. Өйткені бұзаулар күйзеліс кезінде қара шөпті көп жейді. Осы кезде сіз оларға күйзелісті азайту үшін барлық жағдайларды жасауыңыз тиіс. Содан соң 2-3 күннен кейін бұл процесс аяқталысымен бұзаулар тынышталады. Олар жемді үнемі қолдана бастайды. Ал сіз рацион құрастыра бастайсыз. Құнарлы азық қосасыз. Егер сіз жайылымда жас жануарларды құнарлы азықпен үстеме жемдеген болсаңыз, олардың ағзасы дайын болады. Азықтандыру процесін баяу бастаңыз. Бірақ менің ойымша, жас жануарларды азықтандыру процесі бұл кішігірім ғылыми жұмыс. Бұл зоотехниктің жұмысы. Мен бұған дейін айтқанымдай, оның алдында бір жастағы тайшаларды 320-350 килограмм салмаққа, ал бұқашықтарды 350, 380, 400 килограммға дейін жеткізу деген тапсырма тұр. Егер біз оларды 6 айында 220 килограмм салмағында желінен айыратын болсақ, 6 айында 180-200 килограмм салмақ алу біздің міндетіміз. Енді есептеңіз, 6 айында жалпы алғанда шамамен 180-200 күн. Сонда орташа есеппен сіздің күндік салмақ қосуыңыз шамамен килограмм болуы керек. Алғашқы 2-3 аптада сізде мұндай салмақ қосу болмайды. Сізде салмақтың төмендеуі болады. Сізде минустық көрсеткіш болады. Сосын 2-3 аптадан кейін салмақ қосу 200, 300, 400, 500 граммнан басталады. Сонда салмақ жоғалтуды қуып жету үшін сіз 6 ай ішінде бір жасындағы салмақ көрсеткішіне қол жеткізу үшін соңғы айларда сізде 1 килограмм, 200 грамм, 1 килограмм 400 грамм салмақ қосу көрсеткіші болуы қажет. Міне сіздің ескеру қажет сәттеріңіз осы. Және жемдеу күніне 2 рет болуы керек. Таңертең және кешке. Дұрыс жемдеу болуы тиіс. Егер оған 10 килограмм жем қабылдау керек болса, ол 12 килограмм немесе 8 килограмм қабылдамау керек. Онда ол нақты 10 килограмм қабылдауы тиіс. Ол бір уақытта тұрақты түрде 10 килограмм қабылдап отыру керек. Егер сізде жемнің салмағында, жемдеу уақытында өзгерістер болып тұрса, онда сізде жас жануарлардың салмақ қосу процесі де тұрақсыз болады. Оның салмақ қосқанына байланысты жемнің де көлемі өсіп отырады. Жаңадан бастап жатқандар үшін айтып өтейін. Мысалы, жем құрғақ затта малдың тірі салмағының 2,2% құрауы керек. Егер туылған кезде бұзаудың салмағы 40 килограмм болса, айыру кезінде оның салмағы 200-220 килограмм болса, мұнда 2,2% құрғақ затты санап аласыз. Құрғақ затта дегеніміз, бұл жемнен ылғалдылықты алып тастайсыз. Мысалы, дән жалпы алғанда осындай есептеуді құрайды. Шамамен құрғақ заты 85%. Егер сіз 1 килограмм арпаны алсаңыз, бұл 850 грамм құрғақ зат. Қара шөп шамамен 90%. Егер сіз 1 килограмм қара шөпті алсаңыз, бұл 900 грамм. Ал шырынды жем, бұл құрғақ заттың 35%. Мұның бәрі рацион түрінде тұжырымдалады. Және шамамен 220 килограммға 2,2% бұл жемде 5-6 килограмм құрғақ зат шығады. Және әрбір салмақ қосуды есептейсіз. Мысалы, егер салмағы 220 килограмм болса, ал келесі айда салмағы 240 килограмм болса, сіз тірі дене салмағының 2,2% есептейсіз. Бұл адамның қалай жемдеу керектігін және ары қарай қалай қозғалу керектігін түсіну үшін жай ғана осындай бір формула.
Бірақ сіз бұл бордақылау емес екендігін ескеруіңіз керек. Бұл табиғи өсу, бұзаудың өсуі үшін, оның қаңқасы бір уақытта даму үшін оны өте дұрыс жемдеу қажет. Репродукторда құнарландырылған жемнің қара шөп пен шырынды жемге қарсы арақатынасы бұл 30-дан 70-ке дейінгі арақатынас. Осында 30% бұл құнарландырылған жем. Жас жануарлар үшін ол 40%-ға жетуі мүмкін. Яғни 60-70% бұл қара шөп және шырынды жем. Болашақта өсуін тоқтатсын деп сіз жас жануарларға көп құнарландырылған жем бере алмайсыз. Мұның бәрі табиғи болуы тиіс. Өйткені тайша табиғи түрде жасына және бойына және салмағына сәйкес келуі керек. Сондай-ақ бұқашық та табиғи түрде өсуі тиіс. Оның қаңқасы және еті сәйкес өсуі керек. Міне, жас жануарларды қыста ұстаудың маңызды сәттері осы. Немесе сізде көктемгі немесе қысқы төлдеу болады. Сіз бұзауды айырғаннан кейін 1 жасқа дейін жеткізуге тырысасыз. Мұның бәрі сіздің қорада ұстауыңызға байланысты. Және 1 жасар бұзау 450 килограмм берсе, жалпы айтқанда 1 жасар бұзау үшін 400 килограмм менің ойымша өте жақсы нәтиже. Ал тайшалар үшін 350 килограмм салмақ бұл сіздің түпкілікті мақсатыңыз. Мысалы, фермер осы жаста сатса, егер сіз оны сәуір, мамыр айларында сатсаңыз, және біреудің шағылысу кезеңі маусым, шілде айларында болса, онда сатып алушыға бұл ыңғайлы. Дәл осы жасқа дейін 13-14 айында бұқашық жақсы өнімділік жасына жетеді. 13-14 айда салмағы 420-450 килограмм болады. Бұл жерде, менің ойымша, 15-20 сиыр жүктемесінде жұмыс істей алатын тамаша бұқашық. Сондай-ақ, тайшаларға қатысты мен оларды 13-14 айында ұрықтандырдым. Олардың орташа салмағы 380-400 килограмм. Бұл дегеніміз тамаша жас пен салмақ. Міне, жас жануарларды қорада ұстаудың басты міндеті осы. Сіз 6 айда орта есеппен 200 килограмм алуға тырысуыңыз керек. Ал бордақылау 10% құнарландырылған жемнен басталады да, және мәреде 80-90% құнарландырылған жемге жетеді. Мұнда біз бордақылауда көбірек дене салмағына жұмыс жасаймыз. Бордақылаудың белгілі бір мақсаттары бар. Мәрмәр ет алу, белгілі бір салмақ пен жануардың құрылымын алу. Ал репродукцияда сіз көбірек табиғи өсуі туралы алаңдауыңыз керек. Жануар шамадан артық жемделмеуі керек. Сіз күніне 2-3 килограмм салмақ қосуына жеткізе аласыз. Қарқынды бордақылау кезінде ангус күніне 1,5-2 килограмм қосуы мүмкін. Бірақ ол 6 айда ұрықтандыруға дайын емес семіз домаланған болады. Ол өсірілген функциясын орындай алмайды. Бордақылау кезінде өте қарқынды бордақылау бұл ақуыз және дәнді бордақылау. Сіз түсінерсіз, дән деген бұл энергия, ол ішінде таралады. Ірі қара малдың өзі күйіс қайыратын жануар. Асқазанның белгілі бір құрылымы бар. Бұл жерде қарқынды бордақылау кезінде бәрі ішінде таралып кетеді. Құрылымы бойынша бұл шошқаның асқазаны сияқты. Ол бәрін қатарынан тұтынады. Мұндай жануар болашақта жайылымда өмір сүре алмайды. Егер ол жайылымға шықса, ол жай ғана тамақтан алмай өледі. Жануарларды бордақылау кезінде сіз олардың тамақтануға деген бейімділігін өзгертесіз.
жалпы құрылымның өзін өзгертесіз. Және айта кететін жайт, мұнда сәл өзгеше бағдар алынады. Азық-түлік базасы сіз сатып алатын нәрседен ғана құралмайды. Негізінен азық-түлік базасы бұл сіздің жеке жеріңіз, онда сіз еге аласыз, онда сіз өз болашағыңызды жоспарлай аласыз, және нарыққа тәуелді болмайсыз. Сондай-ақ 5 жылдан кейін сіздің келісім шартыңыз аяқталғандықтан, сіз егістіксіз қалуыңыз мүмкін деген жер иесіне тәуелді емессіз деген сөз. Ең бастысы, сіз айналысатын істі жақсы көруіңіз керек. Кез келген бизнестегі қиындықтардан қорықпаңыз. Айтайын дегенім, бәрі оңай болатын нәрсе емес. Сіз біреуге жұмыс істеген кезде, бизнес әрдайым сізге жеңіл болып көрінеді. Бірақ кез келген бизнес бұл мақсаттылық, өзіңізге мақсат қойып және алға ұмтылу. Сонымен қатар, нарықтағы жаңа нәрселерді үйренуге тырысу. Тек әкем осылай істеген деп өмір сүрмеу керек. Және де айтайын дегенім, біз әрқашан өзгеріп отыруымыз қажет. Бір орында тұрақтамауымыз керек. Қазіргі уақытта ашық интернет кез келген ақпаратты оқуға және енгізуге көптеген мүмкіндіктерді береді.